Здравствуйте, ребята, саламатсыздар ма, балалар. Мы продолжаем изучать раздел «Охрана окружающей среды». Урок номер 47. Тема урока «Почему надо охранять природу». Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Обоснуй. Рассмотри кластер. Ответь на вопрос, что дает природа человеку. Бірінші сұрақ. Табиғат бізге не береді? Осыған жауап береміз. Выбери нужные слова. Керекті сөзді табыңдар. Воздух, ауа, машина, вода, су, дом, үй, пища, яғни тамаққа керек заттар, велосипед, красота, әдемілік, отдых, демалыс, компьютер, солнце, күн. Яғни бізге бұл жерде табиғат бізге не береді деп сұрап жатыр. Запиши в тетрадь по образцу. Дәптерлеріне мына үлгімен жазып алыңдар деп жатыр. Природа дает человеку, табиғат адамдарға, дают человеку воздух, яғни ауа береді екен. Дают человеку воду, яғни адамға су береді екен. Дают человеку красоту, табиғат адамдарға әдемілігін береді екен. Природа дает человеку отдых, яғни біз барып табиғаттың айналасында демалып келсек болады екен. Природа дает человеку солнце, яғни күн береді бізге күн. Солай жазып алсаңдар болады, балалар. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Прочитай и сделай вывод. Оқып және өздерің содан бір жақсы ой түйіңдер деп жатыр. Қорытынды шығарыңдар деп жатыр. Клад на дне. Однажды ученые исследовали дно речки. На участке дна длиной 2 километра они нашли, яғни бір күні ғалымдар не істеген? Өзендерді барып аралап оларды көрген, яғни оны зерттеген. На участке дня длиной 2 километра они нашли дейді, яғни ол өзендерден олар 2 метр тереңдіктен олар не тапты дейді? 7 железных плит, 8 больших труб, үлкен 8 трубалар табылған екен, 10 метров проволоки, 12 санок, 22 кастрюли, 2000 разбитых стеклянных и консервных банок и много другого мусора. Яғни олар осы өзеннің ішінен өте көп осындай, яғни мусор қоқыстарды тауып алды деп жатыр. Что нашли ученые на дне речки? Яғни на дне речку ученые нашли 7 железных плит, 8 больших труб, 10 метров проволоки, 12 санок, 22 кастрюли, 2000 разбитых стеклянных и консервных банок и много другого мусора. Второе. Екінші сұрақ. Кто засорил дно? Яғни бұл жерде өзендердің барлығы қандай, кім оны олай қоқыстап ластады? Это сделали люди. Бұны кім жасады? Адамдар жасады. Определи по контексту значение слова клад. Яғни клад деген сөздің мағынасы не деп жатыр? Клад – закрытие спрятанные где-нибудь ценности. Яғни біздің бұл бір жерлерде байқалмай, көзге түспей қалған біздің бағалы заттарымыз деп жатыр. Природа дает человеку очень много полезных вещей. И человек дает природе очень многое. Яғни табиғат бізге өте көп өзінің жақсы заттарын береді екен. Адам да табиғатқа өте көп көңіл бөліп, оны жақсы көру керек, оларға жақсы қарау керек екен. Выпиши из текста все числительные дейді. Яғни мәтіннің ішінен біз сан есімдерді тауып жазуымыз керек. Имя числительное отвечает на какой вопрос? Сколько, которые. Числительное 2,
7, 8, 10, 12, 22. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Знаешь ли ты? Сен білесің бе? Деп жатыр. Кроме красной книги есть и черная книга природы. Яғни қызыл кітаптан басқа тағы да қара кітап деген табиғатқа арналған кітап бар. В ней записаны все животные и растения, которые исчезли с планеты Земля. Оның ішінде табиғаттағы, яғни жоқ болып кеткен жануарлар, өсімдіктер, солар жазылады деп жатыр. Познакомься с некоторыми фактами. Және мыналармен қандай өсімдіктер, қандай жануарлар жоғалып кетті, солардың кейбіреулерімен танысып кет деп жатыр. Морская корова, яғни мынау бірінші суреттегі. Это огромное животное имело длину тела 10 метров, вес 4 тонны. Яғни мына біздегі жануар, оның денесінің ұзындығы 10 метр болған екен. Ал оның салмағы 4 тонна. Өте ауыр салмақты болған екен. Оно питалось водорослями. Олар, яғни судағы заттармен қоректенген. Людям понравилось его вкусное мясо. Яғни адамдарға оның еті ұнаған екен. А из шкуры они делали лодки. Яғни ол терісінен қайықтар жасапты адамдар. Этих животных больше нет на планете Земля. Бұл жануар қазіргі күнде біздің жер бетінде жоқ. Бұл бірінші жануар. Екіншісі, бізде попугай. Мына попугай. Родригесов попугай. Длина его тела 50 сантиметров. Бұның денесінің ұзындығы 50 сантиметр. Он имел яркие, красивые перья. Яғни ол өте әдемі, көзге тез түсетін қанаттары болған екен. Люди охотились на попугаев из-за красивых перьев. Яғни адамдар оны аулап, оны өзіне ұстап алған кезде, оның осы әдемі қанаттарына бола, қауырсындарына бола қызығып, оны тұтқындаған екен. Этих птиц больше нет на земле. Бұл попугай біздің қазір жер бетінде жоқ. Ал енді келесі. Следующее. Третье. Золотая лягушка, яғни алтын бақа. Это маленькое животное имело длину тела 5 сантиметров и ярко-оранжевую окраску. Яғни бұл біздегі алтын балық. Бұл алтын балығымыздың денесінің ұзындығы 5 сантиметр ғана екен. Люди ловили этих лягушек для аквариумов. Яғни бұны адамдар не үшін ұстайды екен? Үйіндегі аквариумға қою үшін ұстайды екен. Таких лягушек больше нет на земле. Бұлардың барлығы қазіргі күнде жер бетінде жоқ. А теперь ответьте на вопросы. Енді сұрақтарға жауап береміз. О каких исчезнувших животных и птицах ты узнал из этой информации? Қазіргі күнде жоғалып бара жатқан қандай жануарларды, құстарды сен білдің? Я узнала из этой информации об исчезнувших животных и птицах. Почему исчезли эти животные? Не үшін бұл жануарлар жоқ болып кетті? Получается, их истребили люди, оларды адамдар атып және аулап, сондықтан да ол жоқ болып кетті. Найди в интернете информацию об одном-двух исчезнувших видах животных Казахстана. Напиши об одном из них краткую информацию. Яғни біз интернеттен және де басқа да ақпарат құралдарынан екі жануардың, қандай жануарлар жоғалып кеткен жануарлар туралы сендерге кішкене мәлімдеме жазыңдар деп жатыр. В Казахстане исчезли красный волк. Бархатный волк относится к хищникам. Яғни
бізде Қазақстанда қызыл қасқыр және осы қасқырлар бізде жоғалып кеткен екен. Олар бізде өте жыртқыш жануарлардың қатарына кіреді екен. Живет высоко в горах, бұлардың барлығы қай жерде тұрады екен? Өте биік тауларда. Наряду с мясом поедят растительную пищу. Они не приручаются. Яғни біз бұл жердегі бұл жануарлар бізде етпен қоректенеді еді, және олар қолға үйретілмейді екен. Теперь найди в тексте сложные предложения, выпиши его, составь схему. Яғни біз мына мәтіннің ішінен күрделі сөйлемді табуымыз керек. Яғни бізде бұл жерде күрделі сөйлем. Людям понравилось его вкусное мясо, а из шкуры люди делали лодки. Яғни мынау бізде сложное предложение, күрделі сөйлем. Бізде бұл жерде а деген союз тұр. Ол а деген союздың алдына тұр қойылады. Екі жай сөйлемнің құралады. Бізде күрделі сөйлем. Және а деген союз болады. Оның схемасы мынау. Последнее предложение этих текстов – это призыв беречь животный мир земли. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Зрительный диктант. Прочитай и запомни текст. Запиши его самостоятельно. Яғни біз көріп жазып аламыз. Диктантты. Кішкене қарап, 5 минут қарап тұрып, одан кейін барып бұны дәптерге түсіріп жазсаңдар болады. Человека окружает природа. Адамды табиғат қоршап тұр. Она его кормит. Табиғат бізді тамақтандырады. Одевает, киіндіреді. Человек должен любить и сохранять свою землю. Адам өзінің табиғатын жақсы көру керек және оны қорғау керек.